Қалағанша тұрып тұра беріңіз. Ана Ничего страшного. нема? Адамдар кіріп басталады. 29 кетті ма? Уақыт дұрыс па? Жоқ, 1 минут ертеден адамдар қосыла берсін. Менде 29. Жаз, ана телефондап келді маған сұрақтарды. Мен қазір Қайырлы кеш, қалайсыздар? Қайырлы кеш. адам кірді. Не? Сұрақтарын көрсетсем ба? Сұрақтарын алдынан қоя бер. Сәлеметсіздер ме? Кеш жары, қалайсыздар? Қалайсыздар, аман көңілде, шынына жақсы, шүкір. Вопросқа 15 адам я деп жауап беріпті. Тікелей эфирге кіреміз дейінде. Вот мына жерде. Примерно если сұрақ анық емес болса, андай қылуға болады, үстін басып, типа история қылсын. Вот мама менен жақсы біледі ғой. Үйретейміз. Так, саламатсыздар ма? Семейден сәлем дейді, Шымқаладан сәлем. Саламатсыз бапай, саламатсыздар ма? Қалайсыздар, кім қай жақтан болады? Ақырындап танысып отырайық, қалған тағда кісілерді кішкене 1-2 минут күтейік. Содан кейін басы сұрағымызды хабардар етіп, одан кейін тағда қосымша қойылған сұрақтарға жауап беретін боламын. Әрине шама шарқым келгенше, иә. Саламатсыз, Семейден сәлем. Саламатсыздар, Павлодар, күшті. Павлодар? Жақсы, керемет, уақытылы кіріп жатырғандарыңызға өте қуаныштымын. Жақсы. Түркістаннан сәлем. Жақсы, керемет, уақытылы кіріп жатырсыздар. Уақытпен жүрген өте жақсы көрем өзім. Тамаша. Кеш жарық баршаңызға. Жаңаөзеннен сәлем. Керемет. Нұрсұлтаннан сәлем. Бүгін қандай тақырыпта айтасыз? Бүгін күндіз стористе жарияланған кезде сұрақтарды, қазір сол сұрақтарды бір-бір оқимын, негізі сол сұрақтар бойынша да жауап беретін боламын. Бірақ өздеріңізде мазалап жүрген, яғни менің қолымнан келеді, осы түсіндіре алады деген сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Әрине керектерін аласыздар, кімде болса, қанша ақпарат беріледі, кез келген жерде, бірақ қай жерде болса да өзімізге керегін аламыз ғой. Сол себептен сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, пікірлеріңіз болса бөлісіңіздер. Жаңағы тәжірибемізбен бөліскеніміз дұрыс. Әрине ата-аналар, мұғалімдер де бар арамызда. Жаңағыдай білетінім 19, білмейтінім 99 дейтін мұғалім емеспіз бе? Әдіс тәсілдеріңіз болса бөлісіңіздер. Шама шарқым келгенше мен де өзім ойымда, пікірмен бөлісетін боламын. Және күндіз сіздер қойған сұрақтарыңызға да жауап бере кететін боламыз. Сәлеметсіз бе, сәлеметсіздер ме? Так, бүгінгі қойылған сұрақтарда жаңағыдай методика туралы білгім келеді деген, және өте тынымсыз баламен қалай жұмыс жасауға болады, жас маманға кеңесіңіз. Сізде мектеп даярлыққа арналған математика кітаптары бар ма дейді, және бүгін жаттаған әріпті ертең ұмытып отыратын қабылдау нашар оқушыменен жұмыс, және бастауыш сырттай оқығандарға курс өтпейсіз ба деген сұрақтар қойылған екен. Математика дәптер дайындық сол сияқты жазудан бар ма дейді.
Жазу дәптер, жұмыс дәптері ол математикадан тек қана жазудан әлі қазірше жоспарда жоқ, бірақ тікелей эфирде былайша инстаграмда стористерде негізі айтылып жатыр. Оқушылармен қалай жұмыс жасау керек, каллиграфиясын қалай дұрыс жасау керек, я болмаса диктантты қай кезде, қалай бастаған кезде оқушы сауатты жазады. Жаңда 2-3 сыныпқа барғаннан кейін бала диктантты қате жазады, жаза алмайды деген сияқты біз балаға кінә артпауымыз керек. Керісінше уақытысында балаға көмек берілсе, бала өте сауатты жазады. Сізден үйренеріміз өте көп дейді. Рахмет. Қуаныштымын. Менен кішкене болса да сіздердің аларларыңыз бар болса, бүгін 1 сағатқа жоспарлайық. Қазір 9:35 болып қапты. 10:30-ға дейін отырайық. Сол 1 сағатта біраз ақпаратпен бөлсем, сіздердің ой пікірлеріңізді білсек деген ойымыз. Ақырында бастай берейік. Методика туралы білгім келеді дейді. Шынын айтқанда, методика дұрыс, методика болғаны да дұрыс, бірақ менің өзімде негізі басты мақсатым, басты ұстанымым бір қатып қалған методикаға сүйенбеймін негізі. Жылдар бойында тәжірибе барысында қандай тәсіл маған көмек берді, балаға қайсы тәсілім жақынырақ болды, балаға қайсы тәсіл оңайырақ және қызығырақ болды, мен сол тәсілді көбірек қолданамын негізі. Сыныпта да жұптық жұмыс, қай кезде жұптық жұмыс ұнайды балаларға, қай кезде топтық жұмыс, қай кезде жеке жұмыс, қай кезде жарыс ұнайды, сол бағыт бойынша былайша айтқанда баланың ауа райына қарап жұмыс жасай беремін. Маған главный сапа болса болды. Әрине методиканы ұмытпауымыз керек қой, бірақ бәрібір басты біздің мақсатымыз, яғни сол сабақтың мақсатына жету болғандықтан, сол мақсатқа қандай тәсілмен жетем, маған қайсы ыңғайлы, сол тәсілді көбірек қолданам. Әрине ол математика сабағында басқа тәсіл, қазақ тілі әдебиетте басқа деген сияқты. Сол себептен методика дегенімізге сондай жауабым болсын. Бүгін жаттаған әріпті ертең ұмытып отыратын қабылдау нашар оқушыменен жұмыс дейді. Негізі дәл қазір көбінесе балаларға кінә артып жататынымыз қабылдау нашар, сөздік қор жоқ, түсінген айта алмайды, бірақ негізгі басты себеп сөздік қоры жоқ, бала қайдан шығады, қабылдауы нашар, бала қайдан шығады. Көбінесе баланы 5-ке келгеннен кейін мектепке бейімдеуді өкінішке орай ұмытып жатамыз. Шектен тыс еркелетулері балалар кейде сақаулыққа дейін алып келіп жатады. Ал сөздік қоры болмаған дегеніміз, яғни көбінесе телефонменен бала ұзақ байланыста. Яғни бала телефонда односторонний контакт алдында прямой эфирлерде де солай айттым. Односторонний контакт болады да, былайша айтқанда. Ол телефоннан оған ешкім жауап бере бермесе, дұрыс емес, болмаса мақтап отырмағандықтан бала односторонний тек қана тыңдайды, бірақ оған жауап қайтармайды. Яғни тыңдалым болуы мүмкін, бірақ айтылым дағдысы қалыптаспаған. Жауап бере алмаған екен, әрине балада сөз қоры болмайды. Сөз қор болмаған соң ол екі сөздің басын құрап айта алмайды, ойын жеткізе алмайды, және ойын қағазға да түсіре алмайды. Сол себептен оның сөз қор болмағаннан кейін түсінгенін де айта алмайды. Қабылдау нашар дегенімізде содан шығады. Өйткені ол қабылдау нашар қай кезде болады? Мұғалімнің алдында 25-30 бала кемінде отырған кезде әр балаға жеке бала мұғалімнің оған көңіл бөлуге практически уақыты жоқ. 45 минуттың өзі жандай ұйымдастыруға мынанша уақыт, басталуына мынанша, үй тапсырмасына мынанша, қайталауға мынанша деген сияқты әрқайсы 45 минуттың өзі минуттарға бөлініп қойған. Тіпті қорытындылауына де мынанша минутта қорытындылайсыз, бекітесіз деген сияқты, кері байланысқа мынанша уақыт деген сияқты. Сол себептен әр балаға жеке ешқандай уақыт болмағандықтан балаға мектепке дейін бейім болған дұрыс. Яғни ол неге тыңдамайды мұғалімді, неге ол тыныш отыра алмайды? Өйткені оған дағды болмаған, ол қалыптаспаған мұғалімнің айтқанын тыңдап, бір орында 45 минут отыруға ол дағдыланбаған. Яғни мектеп өміріне ол бейімделмеген деген сөз. Яғни қай уақытта бейім болады бала? Мұғалім сөйлеп жатқан уақытта, маған айтып жатыр екен ғой, яғни маған да қатысы бар деген сияқты зейін қойып тыңдай алу керек. Әрине ол керек, ал бірақ именно сондай балалармен қалай жұмыс жасаймыз? Әрине ол балалардың өзінің ауа райына қарай
индивидуальный подход болады ғой. Әр балаға әртүрлі қадам жасаймыз, мұғалімдер. Біреуін еркелетіңкіреп, біреуін қаттырақ қысыңқырап, біреуін тағы да басқаша. Дәл сол тәсілдің өзіне ауа райына қарай қолданасыз. Бірақ ұмытып қалатын болса, әріптерді ұмытып қалған программамен өтуім керек екен деп, бірақ аттап кете беруге мен өзім қарсымын. Баланың үйренгеніне қарай ғана жылжимыз. Әрине программадан қалуымызға болмайды. Бірақ әсіресе әріптерді жаттай алмай жатырған кезде балаларға дәл сол әріпті кез келген кітаптан, я болмаса газет журналдан, ірі жазылған журналдан қайсы әріпті бала жаттай алмай жатыр. Соны былай кружокпенен, карандашпенен қоршатып, егерде математика санау төмен болатын болса, А дыбысы осының ішінде қаншасы бар, я болмаса Б дыбысы деп, солай әрі санатуға, әрі сол әріпті жаттауға көмектеседі сол тәсіл. Әрине ол үшінде өте тәсілдері көп. Бала бояуға өте құмар келеді. Одан жалығатын болса, мысалы Р дыбысын көбінесе жаттай алмай тұрса, осының ішінде қанша Р бар екенін қоршап және бояп шық деген сияқты тәсілдерді қолдануға түсіндіргеніңіз ұнайды дейді. Рахмет. Әрине баланың ыңғайына қарап, егерде бала бояуға, суреттерді бояуға ыңғайлы, соны жақсы көретін болса, Р дыбысын жаттай алмай жатырған кезде осының ішінде Р-ны көрсетіп, тағы да қанша Р бар осы бетте деген сияқты сол тәсілді қолдансаңыз жаттайды. Қабылдау нашар оқушыменен өте қиындау, әр баланың қабылдауы қиын ғой, әртүрлі. Сол себептен жаңағындай тәсіл қолдансаңыз болады. Әріптерді ұмытып қалып жатырған уақытта. Стандартта негізі көбінесе мен ұмытып қалатын оқушылармен сол тәсілді қолданамын. Мысалы кейде 3-ті, 4-ті, кез келген саны кейде жаттай алмай жатады ғой, соны бір бетке А4-дің бетіне кейде сол 10-ға дейінгі сандардың барлығын, ермей барлығын жазып шығамда, қай санды жаттай алмай жатыр, сол баланы соны тауып, сол сандарды нешеу екенін жазғызып, және соны боятам, сол арқылы жаттатамын. Сұрақтарыңыз болса қоя берсеңіздер. Жас маманға кеңесіңіз дейді. Жас маманға кеңесіңіз өте орын сұрақ болып тұр осы негізі. Осы сұрақтың өзіне мен негізі қуанып тұрмын. Жас маманмын деп кеңес алғысы келіп, өзінің жауапкершілігін сезініп, ертең мектепке барғанда оқушылардың алдында өзінің жауапкершілігін бүгіннен бастап сезініп жүрген жас мамандарымызға мен тек қуанамын, рахметімді айтамын. Жас маманға біріншіден кеңесіміз, бірінші негізі өзім басты қастерлейтін қасиетім, өзіме ұнайтын да, қадірлейтін де қасиетім негізі жауапкершілік. Кез келген оқушы болсын, өзіміздің жұмысымыз болсын, мұғалімдердің алдында, ата-ананың алдында да бәріміздің жауапкершілігіміз бар. Сол жауапкершілікті сезінгеніңізді қалаймыз бірінші жас мамандар. Және өзіңіздің мамандығыңызды сүйгеніңізді, мамандығыңыздан бұрын баланы жақсы көргенде ғана бастауыш сынып мұғалімі сіз нәтижеге тез жете аласыз деп ойлаймын. Өйткені бала деген бәрібір қолпаштау сүйеді, еркелегенді сүйеді, ол түгілі жағында еркелетіп, жылы сөйлеп, мақтап жатса, үлкен өздерімізге де жақсы әсер етеді ғой. Сол сияқты балаға тіптен еркелеткеніңізді қалайды, ерекше көңіл бөлгеніңізді қалайды. Сізде сол қасиет болатын болса, жұмысыңыз тезде алға басады деп ойлаймын. Құрметті жас мамандар, қандай сұрақтарменен бөліскеніміз қалайсыз? Одан кейін алдында солай стористе тағы да сондай сұрақ қойылған еді. Айып етпейсіздер, сол сұрақ кішкене жауапсыз қалып кетті. Баланы міндетті түрде репетиторға беру керек пе деген сұрақ қойылды, бірақ өкінішке орай сол сұраққа тек уақыт болмай кетті жауап беретін. Әрине бұл менің пікірім. Репетиторға беру шарт емес. Ол менің пікірім. Егер де балаңыз жаңа айтып өткен тыңдалым қасиеті қалыптасып тұрса, дағдысы, былайша айтқан уақытта сіз не айтып жатырсыз, соған реакция жасап, сразу жауап бере алса, кез келген санды саусақтарына сала алса, мысалы 2-ні сал дегенде автомат түрде 2, 3 салшы дегенде 3, яғни ол бала саусағына 3-ті 2-ні сала алмайды деген сөз емес. Ол команданы іске асыруды бұл жерде қадағалайсыз. Сіз 3-ті салшы саусағына дегенде, ол сізді тыңдап және соны саусағына сала білу керек. Яғни команданы естіп және орындай алуын қалыптастырасыз. Яғни сразу реакция жасай алатынын. Репетиторға беру шарт емес. Егерде бала қойылған сұрақтарға нақты жауап бере алса, каллиграфиясы дұрыс қалыптасқан болса, әріптерді оңай алып кете алатындай болса, яғни 25-30, кейбір жерлерде өкінішке орай 35-40-қа дейін барып қалады оқушылар мұғалімдердің алдында. Сол оқушылардың сонша көпшіліктің оқушының арасынан мұғалімнің айтқанын
өзіне де керегін қабылдап сол тапсырманы орындай алатындай қалыптасқан болса, бала әрине репетиторға берудің қажеті жоқ. Бірақ менің ойымша бала мектепке баратын кезде дәл қазір мектепке уже дайын болып барғанын қалаймын. Дайын болып барғанда қалай? Мен көбінесе алдыма кейде ата-аналар келеді. Мысалы, менің өзімнің үлкен перзенттермен жасты кейбір ата-аналарында сол кезде баланы шектен тыс қатты еркелетіп жібергенде кейде әріптерді тіл келіп тұрған баланың өзі сағауланып келмейді. Және ата-анасы қалдырып кеткен уақытта жылап партаға отырғысы келмейді. Яғни мектепке бейімделмеген деп соны айтамыз. Келісемін сізбен, оқушыны өз балаңыздай жақсы көру керек екен. Толық келісемін сізбен. Әрине жақсы көру керек. Өйткені ол сезеді ғой. Ол бала емес па? Сіздің қаншалықты жақсы көріп тұрғаныңызды, я болмаса ашуланып тұрғаныңызды бәрін олар сезеді ғой. Сол себептен сіз жақсы көргенде ғана тез нәтижеге жетесіз. Ол мен жаңағыдай қатал болуым керек екен деп шектен тыс балаға қатты қысым көрсетуге болмайды. Әрине, хотя бы үйретіп алғанша, өзіңізге бауыр басып алғанша еркелетуіңіз керек. Сізге бауыр басып, еркелеп, сіздің мейіріміңіз сезінгеннен кейін, оны кішкене тәртіпке алуыңыз керек. Тәртіпсіз болмайды. Ал бірақ кішкене қысым болу керек, тәртіп болу керек. Онсыз бала тыңдауы қиын. Декреттегі бастауыш сынып мұғалімі қосымша жұмыс жасағым келеді. Сіздің түсіндіргеніңіз ұнайды, тиімді методика. Жарайды, Жоғардыларды оқып шыққан жарсы? Оқыдым. Қалып кетатқан жоқ. Жаңағыдай репетиторға беру шарт емес дедім. Қай тақырыпта сөйлесіп жатырсыздар? Қазірше еркін тақырыпта. Және күндіз стористе қойылған сұрақтар бойынша кішкене қысқаша жауап беріп кетіп жатырмын өзімнің ойымды. Жаңа репетиторға келіп тіреліп тұрғанымыз, өткенде сондай сұрақ қойылған еді, репетиторға беру шарт па деп. Бірақ мен ойлаймын, бастауыш сыныпта ол білімнің іргетасын бастауышта қаланатын болғаннан кейін, бастауышта кішкене поддержка беру керек балаға. Яғни оның айқын дағдысы қалыптасып, тыңдалым дағдысы қалыптасып, кішкене өзі жұмыс жасауға, өзі отырып, орындығында отыру керек екенін, мұғалімнің айтқанын тыңдау керек екенін сезініп, тіптен кейде оқушылар орындыққа отырды ма, кел мына дәптеріңді, мынаны жаз, мынаны аш деп оның алдына бәйек болып барлығын ашып беріп, ручкаға дейін қолына ұстату ең қате деп өзім ойлаймын. Болды, оқушы келді ма, ары қарай өзі әрекет жасау керек. Сумкасын алып, дәптерін алып, ручкасын не керек, соның бәрін алдына қойып, артық заттарын жиыстырып, сабақ біткеннен кейін заттарын түгелдеп салып, солай өзінің әрекетін өзі жасағанын мен қолдаймын. Өйткені бала соған үйрену керек. Өмір бойы оның затын түгелдеп жүре алмайсыз. Мектепке барғанда заттарын түгелдеп алып келуге бала өзі дағдылану керек. Солай ұқыптылыққа тәрбиелейміз. Және жаңа репетиторға барғанда да көбінесе сол жағында репетиторлардың, яғни мұғалімдердің сол жағында қадағалағанын негізі өзім қолдаймын. Өйткені алдыңызға баланы мектепке дайындау керек болғандықтан жан-жақтама дайындаймыз. Яғни сұрақ қою арқылы оның тез, болмаса ақырын жауап беруін, сұрақ қою арқылы оның сразу түсінгенін, түсінбегенін біз қадағалай аламыз да. Өйткені ертең мектепке барған кезде оқушыларға жауап тақтаның алдында түсіндіріп жатырған мұғалімнің сұрағына бала түсінген, түсінбегенін сол кезде кішкене қиындық туғызады. Содан барып сөздік қоры жоқ, түсінбейтін, жаңағыдай артта қалып қоятын оқушылар содан шығады. Өйткені жаңағы айтып өткенде 45 минутта неше минуттан әрқайсысы бөлініп қойылғандықтан жеке әр оқушыға ешқандай минут жоқ. Сол үшін беріліп отырған тапсырманы бала өзі тыңдап, өзі орындап үйрену керек, соған дағдылану керек. Сол үшін бала оны жаз айында мектепке барам дегенше дағдыланғанын мен өзім қолдаймын. Бала еріншек, жазғысы келмейді. Назарияда үш жатқан жоқ па? Оқушылардың соңында қалып қояды, не істеуге болады? Жаңағы бала еріншек, жазғысы келмейді. Менің өзімде, мысалы, дәл қазір оқушылардың репетиторлықпен айналысып жатырмын. Негізі жаздағы айналысатын кәсібім. Өйткені 9 ай бойында жұмыс жасағаннан кейін шынын айтқанда кешке дейін бос болған қаламаймын. Бір мезгіл репетиторлықпен айналысам. Дәл қазір оқушыларға да, мұғалімдерге де қазір курс жүргізіп жатырмын. Жаңағыдай еріншек жұмыс жасағысы келмейді деген ұқта. Мысалы, мен өзім бірінші сыныптарға дайындайтын кезде менде математика, яғни есептеу жылдамдығын дамытам.
диктантын, оқу жылдамдығын, соның бәрін сол 1,5 сағат бойында жұмыс жасаймын, сол уақытқа кірістіремін. Жаңында ерініп жазғысы келмей отырма, мен дереу тапсырманы өзгерте қоямын. Уже байқайсыз ғой, сіз оны жалынғын, ұрысқын, одан пайда жоқ. Оны тек көңілін бөлесіз. Жазғысы келмей отырма, ой жарайды, тамаша, енді сәлден кейін жазамыз, кеш екеуміз енді оқиық деген сияқты. Кішкене оқып, құлшынып оқысы келмей қалды ма, дереу уже тапсырманы өзгерте қоясыз. Ол әрине бүкіл сыныппен ондай жағдай кішкене мүмкін емес. Біз енді репетитор болғаннан кейін мен группада 5 оқушыдан асырмаймын. Сол себептен ол жағдай қазіргіде менде мүмкіндік бар. Сол себептен сол тәсілді қолданамын. Ал сыныпта ондай болған кезде, міндетті түрде мен негізі ата-аналарға раскрасканы алдырамын. Уақыт кетуі мүмкін, бірақ амал жоқ. Баланың кішкене көңілін бөліп, арасында әрине сергіту сәт, баланың қалаған сергіту сәтін жасап, кейде бала одан да оянғысы келмейді. Одан кейін де отырып алып, ерініп, қашан бітеді, қашан асханаға барамыз деген сияқты. Сол себептен тек қана тәсілді өзгерту арқылы ғана баланың көңілін аулау, ғана қызығушылығын оята аламыз. Өзім сондай. Қалыңыз қалай, қайырлы кеш. Кейінгі қосылып жатырған оқырмандарыма қайырлы кеш, барлығымызға қайырлы болсын. Қалым шүкір жақсы. Сәлеметсіздер ме? Кімде қандай сұрақ бар, мазалап жүрген? Мектепке дайындықтарыңыз қалай, жоқ, тыныш қана демалып жатырсыздар ма? Сентябрьде бұйырған көрерміз, алып кетер, болмаса содан кейін көрерміз деп жатырсыздар ма? Болмаса баланы дайындауға әрекет жасап жатырсыздар ма? Былтыр 1,5 жылдық онлайн балдардың білімін кәдімгідей төмендетіп тастады. 1 жылдың ішінде баланы жинауымыз өте қиын болды, негізі шынын айтқанда. Сол себептен соның салдары әлі де бар деп ойлаймын. Сол себептен мүмкіндіктеріңіз болса, бастауыш сынып болғаннан кейін өздеріңіздің де шамаларыңыз келеді. Негізі қайталай берген дұрыс, мектепке дайын болып барғаны дұрыс. Кімде? Сендер? Қыркүйекте карантин дейді ғой дейді. Енді алып қашпа сөз бар. Енді қаншалықты ол рас, өтірік, енді уақыт шешеді. Онлайн қиын әрине. Бірақ бәрібір қандай жағдай болса да дайын болғанымыз дұрыс, баланы да бейімдегеніміз дұрыс. Онлайн болатын болса қайтадан білім төмендейтіні анық. Өйткені кейбір жерлерде байланыс ұстамайды, кейбір жерде бала түсінбейді экран ар жағында тұрғанда. Өйткені мұғалімнің алдында отырып, мұғалімнің бағдармен жұмыс істеп жүрген бала экранның ар жағында, ол өте қиындау. Сол себептен білім одан да төмен түсетіні анық, егерде карантин болатын болса, онлайн болатын болса. Енді қауіпсіздік шараларын қолданып, кейбір мектептер жұмыс жасайды. Сол себептен өте қиын болады, онлайн болғаннан кейін. Қиын болғанда балаға қиын болады, бірақ көп күш ата-анаға түседі. Сол себептен ата-ананың өзі негізі кішкене тапсырмалардан кішкене дайындалып, көріп, қалай жұмыс істеу керек, соған кішкене іздене бергені де дұрыс негізі. Қайырлы кеш, кейінгі қосылып жатырған әріптестер. Мектеп алды даярлыққа арналған математика кітаптары бар ма дейді. Математика кітабы емес, жұмыс дәптерін жасадым. Яғни өзімнің методикам бойынша поэтапно қадам-қадаммен қайсынан кейін қайсыны балаға үйрету керек. Яғни ата-анаға қолайлы етіп жазып шығардым. Бірақ кітап емес, ол жұмыс дәптері. Соны кәдімде сол клеткаларын арнатып қойдым, сол жерге жаза беретін қылып. Шарт есептерде де басында 1-2 үлгі ретінде түсіндірдім, және дәл сол мәтінде шарт есепті бердім. Ата-ана көріп алып, ары қарап балаға өзі түсіндіре беруіне ыңғайлы ретінде. Декретте 5 жыл отырдым, бұйырса қыркүйекте жұмысқа шығам. Қандай кеңес бересіз? 5 жыл отырған енді ұзақ уақыт негізі. Ол түгілі, мысалы, күнделікті жұмысқа барып жүргеннің өзінде де айтады ғой, 45 жылдық еңбегіңіз, өтіліңіз болса да,
45 минуттық сабаққа дайындалып бар, иә. Күнделікті сабаққа барып жүргеннің өзінде ізденеміз, иә. 5 жыл әжептәуір уақыт. Қазір тіптен балаларды айтып жатырмыз мектепке дайындау деп. Ал мұғалім тіптен дайын болып бару керек деп ойлаймын. Өйткені алдыңыздағы балалардың алдындағы таудай жауапкершілігімізді ұмытпауымыз керек. Әр баланың алдыңға бағаланбас, алдыңға бағаланбайтын уақыты біздің алдымызда өтеді. Яғни балалық шағы нағыз білім алатын, іргетасының фундаментінде қаланатын уақыты біздің алдымызда, яғни бастауыш мұғалімдердің алдында өтетін болғандықтан жауапкершілікпен қарағанымыз дұрыс деп ойлаймын. Курстағы видеолар өзімізде қалады ма? Курстағы видеолар негізі 2 ай сақталады деген едім ғой. 6 ай сақталады, бірақ 2 ай ұзақтығы деген едім ғой. Қазірше өздеріңізде сақталады. Ертең бұйыртса тамыздан бастап тағы да бір рет қайталау жұмыстарын жасаймыз. Курстағы мұғалімдер, қазір осы жерде болсаңыздар, тағы да бір рет қайталаймыз, пысықтаймыз, сол бойынша тағы да жұмыс жасаймыз тамыз бенен қыркүйекте. Одан кейін ғана курсты тоқтатамын, ары қарап және 6 ай сақталып тұрады сіздерде. Жаңа курстағы мұғалімдерге айтылып жатырған қазіргі бұл мәлімет. Рахмет көп дейді. Кәделеріңізге жарап жатыр деп ойлаймын. Енді қазір демалыс болғаннан кейін сіздерге қайта шығып жатырған жоқпын. Кішкене демалсын, күннің ыстығы бар деген сияқты. Бірақ тамызда бәріміз уже отпускі бітіп, жұмысқа оралып деген сияқты. Былайша айтқанда етек жеңімізді жинап жұмысқа кірісеміз. Қандай курстар бар сізде? Онлайн курс бар ма? Курс онлайн және офлайн. Шымкенттегілер офлайн қатысып жатыр. Ал былайша онлайн курс бар. Математика 0-ден бастап және 3 пакетке бөлінген және консультациясы бар курстарымда бар. Яғни ол тек қана математикаға қатысты консультациялар бар және бүкіл пән бойынша жаңағы айтып өтіргендей қабылдау қиын баламен қалай жұмыс істейміз, диктанты нашар болса, каллиграфиясы нашар болса, оқу жылдамдығы төмен болса, есептеу нашар болса, соның барлық консультациясы сол курстарда, консультациясы бар курстар бар, яғни 3 бағада белгілеп қойған, сол консультацияларда айтылып жатыр, иә. Сіздің курсыңызға қалай қатыссам болады? Курсқа төменгі номеріңізді қалдырыңыз. Скринда отырыңызшы. Төменге номеріңізді қалдырыңыз, біз өзіміз сізге хабарласамыз, толық мәлімет беріледі. Сізге онлайн ба, офлайн ба? Қай жерден сіз? Кабиева 92. Қай жерден боласыздар? Онлайнда, офлайнда қатысуға болады, мүмкіндік бар. Екеуінде де кері байланыс. Енді офлайнға жетпейді, әрине офлайнда теория және практика болып жатыр. Онлайнда да дәл солай примерно есебі, жаңағындай видео сабақтарды қарайсыздар, түсінгеніңізше 2 рет, 3 рет, қай кезде қолыңыз тиеді, сіздің мүмкіндігіңіз болады, видео сабақтарды қарайсыз, және сол бойынша маған жекеме кері байланыс жасайсыздар. Қазір курста солай жасалынып жатыр. Тіптен қазір араларымызда да мүмкін бар шығар. Кейбір мұғалімдер тіптен видео жасап жіберіп жатыр. Оқушымен қалай жұмыс жасап жатырған видео кері байланыс жасап жатыр. Әрине ондай жауапкершілігіне өте қуаныштымын. Өйткені оқушымен жұмыс жасағаннан кейін уже сразу двойной эффект болады. Сол себептен кері байланыста да аудиода сіздердің жаңағыда қаншақты түсініп жатырғандарыңыз, дауыстарыңыздың күшінен уже білінеді. Қаншақты сіз өзіңізге сенімді түсінгеніңізді, бағдарламаны қаншақты сенімді болған сайын, мысалы қыркүйекте уже бәрібір біліміңізге сенімді болып бастаған, ол бәрібір басқаша. Басқа біліміңізге қарап ата-ана, ең бірінші ата-ананың бағалаусын біліміңізге қарап мойындайды. Бірінші кезде сентябрьде әрине күдікпен қарайтын ата-аналар болады. Сіздің біліміңізге көз жеткеннен кейін ғана сізді мойындап, одан кейін тыңдай бастайды. Мен де қатысқым келеді. Онлайн курсыңызға Алматыдан боламын. Курс ауылыма, ақылыма деген болып тұр ғой. Жаңағы курс әрине ақылы, иә. Қалай тіркеліп етуге ме, әлі болады бағаларын? Сіздер жіберейін бе жерге? Иә, жібер аламыз ба? Жібер аламыз.
курсқа қатысқым келеді Семей қаласынан, иә, онлайнға. Бірақ енді онлайн деген атынан шошудың қажет жоқ. Меніңше онлайнның бір пайдасы, мысалы, үйіңізде отырып, Қазақстанның кез келген мұғалімінен, қалаған мұғаліміңізден сабақ ала аласыз. Кез келген мұғалімнен, иә, кеңесіңізді ала аласыз үйіңізде отырып. Тіпті шетелден білім аламыз десеңіз де, сізде сондай мүмкіндік бар. Қалаған мұғаліміңізден қалаған сабағыңызды ала аласыз. Онлайнның бір артықшылығы сол. Тек жаңа қасымда отырмады дейтін болмасаңыз, экранның ар жағынан да түсінуге болады, иә. Семей қаласы, иә, онлайн сабақтар сіздерге және хабарласатын боламын. Онлайн болғанменен менің өзім негізі сапаға жұмыс істегенді жақсы көремін. Алдыма келген әрбір мұғалімнің сапалы білім алып, мектепке сенімді болып барғанына, сабағына кез келген ата-ана кірсін, я болмаса завуч, әріптестер кірген кезде де өзіне сенімді болып, тақтаның алдында ойын еркін, ашық, оқушыдан кері байланыс ала отырып сабақ түсіндіргенін қалаймын, ешқандай кідіріссіз. Ондай жағдайға қай кезде жетер? Мұғалім әрине өзінің біліміне сенімді болған кезде ғана, иә, өзіңіздің біліміңізге сенімді болған кезіңізде, иә, сізден дүние сенімді шығады, ол жақсы жетеді деп ойлаймын. Оқушыда сапалы білім бере аласыз. Курс ақысы неше теңге екен дейді. Курс негізі қысқаша айтып кетейін, иә? Мен жіберіп қойдым қола пакет дегенде, үшінші алтын пакет қана көрінбей қалды да, қола менен көрініп тұр. Қай жерде тұр? Респектің жас ұзақ деген сайттан. Қазір сізге бағалары жіберілді дейді. Осы жерде екі пакет көрініп тұр дейді. Қазір міне жасақ деген аккаунттан түсті. Қола пакет, күміс пакет деген. Қазір мына жерде алтын пакет көрінбей тұр. Негізі 3 пакетке бөлгенмін. Бірақ барлығы сол бір қайсы еді? Барлығы сол бір неде? Барлығы сол бір курста 25 видео сабақ, бірақ 35-40 тақырып кіріктірілген. Неге кіріктірілді? Өйткені кейбір материалдар оңай, ұзақ уақыт талап етпейді, бірақ айтылу керек тақырыптар кіріктіріліп кетті. Бірақ курс 0-ден басталды, әрине ол мұғалімдердің өтініші бойынша, өйткені әр жерден шұқып алынған білім болмайды екен. Поэтапно өтсеңіз деген ұсыныс бойынша 0-ден бастадық. Яғни 0-ден бастағанда сан мен цифрдың айырмашылығына натурал саннан бастадық, шынын айтқанда. Балаға разрядтан аттап, азайту қосуды қалай жаттатамыз, сандық сәуленің маңыздылығы, оны қалай жаттатамыз. Тіптен сол тақырыптардың барлығы кіріктірілді. Поэтапно бірінен кейін бірі бала нені білу керек, соны сол курста қамтылды. Бірақ видео сабақты тыңдап болғаннан кейін қаншалықты сіз сабақта сізге қаншалықты түсінікті болды, қай жері түсінікті болмады, мұғалімдер жекеме кері байланыс жасап жатыр. Ал соны мен қайтадан соның барлығын тыңдаймын. Неше аудио жібересіз, соның барлығын тыңдап, соның барлығын кері байланыс жасаймын. Бір кісіға көрінбей тұрса өтіреді. Менде көрінбей тұр дейді. Жазулар көрінбей тұр ма? Алтын пакет дегенді енді жіберді. Қола пакет, күміс пакет, алтын пакет деп 3 пакетке бөлдім. Ондағы мақсат әр мұғалім, тіпті арамызда ата-аналар да бар, өзіне ыңғайлы пакетті таңдайды. Яғни қола пакетте тек қана видео сабақтар, бірақ кері байланыспенен. 3 пакетте де кері байланыс бар. Кері байланысымыз, яғни мен видеоны бердім, болды, мұғалім түсінді, арғарап енді өзінің шаруасы деп қалдырғым келмейді. Мұғалімнің қаншақты түсінгенін, ұнаған, ұнамаған мен білу мақсатында, және қайтадан оған кері байланыс жасату мақсатында кері байланыс қойдым 3 пакетке де, яғни қола пакет, күміс, алтын пакетте де жаңа бағалары көрілді. Ал ода қола пакетте бар, ешқандай консультация жоқ, тек кері байланыс бар. Ал күміс пакетпенен алтын пакетте кері байланыс бар. Күміс пакетте және біздің көрнекілік 16 көрнекілігіміз бар. Яғни өзім методикамен жасалған, яғни қай кезде оқушылар қандай көрнекілік арқылы мен нәтиже шығара алдым. Сол көрнекіліктер шығарғам, соның 5-еуін таңдап ала алады күміс пакетте. Және тек математика бойынша консультация бар ода.
кез келген уақытта кез келген сұрақты қоя аласыз, кез келген есепті түсінбей жатырсаңыз WhatsApp-қа жібересіз. Мен қай кезде қолым тиеді, ол кейде таңда болсын, кейде түнде, күндіз, окошкада, мен оған жауап беремін. Ал алтын пакетте, ол жаңа 120 мың, ол біздің дәл қазіргі почти 34 мың тұратын 16 көрнекілігіміз кіреді, және одан консультация барлық тақырып бойынша. Барлық оқушыға қатысты, ата-анаға қатысты, ашық сабақ, қымызы барлығына қатысты. Тіптен жаңағы айтып өттім ғой, каллиграфиясын, қабылдау нашар, каллиграфиясы, кейбір жекелеген оқушыларға мүмкін соны кішкене не қыламыз, бағдарлай аты жөнін айтасыз, осындай дейсіз, бүгін мынандай тәсіл, келесі жолы мына тәсілді қолданып көріңіз деген сияқты бір-екі оқушының даже кішкене примерге алып, солай да жасай аламыз алтын пакетте. Курстың бағалары жаңа айтылды. Саламатсыздар ма? Жоғарыда айтылып кетті курстың бағасы. Бірақ жаңаға айтып өткен сол мәселе, маған сапа керек. Әрине әр еңбектің өзінің құны болады. Еңбегімді мен енді арзанға бағаладым, қымбатқа бағаладым дей алмаймын. Орташа қойылған баға, бірақ кері байланысты бір сабаққа 10 рет кері байланыс жасасаңыз да тыңдаймын. Менің мақсатым сіз түсінсеңіз болды. Ал қазір курстағы әріптестер өз жерде болатын болса, тамызда қайтадан басталады. Өткенде курс басталғаннан кейін көп ұзамай демалысқа шығып кеттік. Барлығында демаламыз, отпускной жылда аяқтаймыз деген настрой болды да, сонымен кішкене соң жағында кері байланыс көп жасамадыңыздар. Сол себептен тамызда қайтадан қолға аламыз, құрметті әріптестер. Өйткені білімге қаражат құйдыңыз, енді соған жараса еңбегімізді жемісін көруіміз керек. Сол себептен қайтадан басталады. Қанша курс апай дейді? 25 сабақ дедім ғой, жаңағындай поэтапно, ол жерде 1-ші сыныптан 4-ші сыныпты бітіргенге дейінгі маңызды деген тақырыптар кіріктірілді. Алдыңғы курсында болған, бірақ мен ода кері байланыс жасаған жоқпын. Азмаған ақшаға қойдым, бірақ керек тақырып деген сабақтарды 20 сабаққа түсірген едім, бірақ ол поэтапно емес, қиындау деген тақырыптарды. Ал бұл курста кері байланыспенен және поэтапно жасалды. Қайсы тақырыптан кейін мұғалім нені білу керек, балаға нені үйрету керек және қалай үйрету керек. Және менің курсымның артықшылығы, басты мақсатында сол болды. Сол сабақты түсіндіріп жатырған кезде материалды сізге тек қана түсіндірумен ғана шектеліп қойған жоқпын. Сіз балаға қалай түсіндіресіз, сіз балаға қалай жаттатасыз, қандай тәсілді қолданып жаттатасыз, бала қалай шатасып кетеді, ол кезде қандай тәсіл қолданасыз. Көбінесе оқушы қандай қателік жібереді, соны алдын сіз қалай аласыз. Сол сұрақтардың барлығына жауап сол видео сабақтарда айтылып кетті. Сол себептен сразу кері байланыс жасай беруге ыңғайлы. Мен енді қосылдым, кешіресіз, қызымды 1-ші сыныпқа барады, мектепке дайындық бар ма? Мектепке дайындық бар, дәл қазір мектепке дайындық, шамалы орындар бар. Шымкент қаласында болсаңыз, мектепке дайындық жасап жатырмыз. Бағасы мектепке дайындық, математика, негізі 7-ші сыныпқа дейін дәл қазіргі таңда ұлымыз екеуміз өтіп жатырмыз. Бастауыш сыныпты мен өтіп жатырмын. 5, 6, 7-ші сыныптарды ұлым өтіп жатыр. Сол себептен біз қазір мектепке дайындық, жазыменен бала демалды, кішкене бәрі көп нәрсені ұмытты деген мақсатпенен аптасына 5 күн қойып отырмыз. Бірақ 1,5 сағаттан, 5 күн 1,5 сағаттан дайындалады бала. Ата-ана алдыма алып кіреді, алдымнан алып шығып кетеді. Яғни қауіпсіздіктеріңіз өздеріңіздің мойындарыңызда, ал нәтиже біздің мойнымызда. Иншалла нәтиже болады. Негізі 100% нәтижеміз, бірақ инстаграмда көбінесе 98-99 деп көрсетем, бірақ Аллаға шүкір деп айтайын, нәтижем 100%. Ал бағасы 35 мың теңге, сол 20 күнге 1,5 сағаттан есептегенде 30 сағатыңыз 35 мың теңге. Кейбір отбасыларынан 2-3 бала қатысып жатыр, оларға 30 мың теңге жеңілдікпенен. Бірақ нәтиже болады. Нәтиже, яғни мектепке дайын болып барады балаңыз. Строчка каллиграфиясын дұрыстаймыз, ручка ұстай алмайтынбыз, ручка ұстап каллиграфиясын дұрыстаймыз. Айтылым тыңдалым дағдысы қалыптасады, яғни сұрақ бергенде сразу бала жауап бере алу, және математикасын есептеу жылдамдығы, параллельный диктанты және оқу жылдамдығы барлығы кіреді.
мектеп алды дайындықпенен бірінші сыныптарға. Ал екінші сыныптан жоғары қарай тек математика. Өйткені бір бағытты жақсы меңгертуіміз керек оларға, өйткені көбейту кестені және шартты есептердің уже күрделеніп кетеді ғой. Сол себептен оларға тек математика. Бірақ жекеленген ата-аналардың кейде өтініштері болады. Математиканы бір ай, бір жарым ай меңгеріп жақсы нәтижеге жеткен кезде параллельно уже диктантты оқу жылдамдығын қосамыз екінші сыныптарға. Ал 3 пен 4 ары қарай уже тек қана математика. Курстың бағасы жаңа айтып өттім, жоғарыда қола пакет, күміс пакет дедім ғой. Сол себептен қола пакет 40 мың теңге, күміс 60, алтын пакет 120 мың теңге. Алтын пакеттің ішінде біздің 16 түрлі көрнекілігіміз кіреді және консультация бар, барлық бағыт бойынша. Сол себептен кез келген уақытта енді арамызда мүмкін әріптестерімізде бар шығар, енді тек қана ақылы емес, көбінесе тегінде консультация беріп жүрдім, кейде түнгі 2-3-ке дейінде отырып қалатын күндерім болады. Кез келген сұрақтар бойынша кейде мұғалімдер сұрақ қояды. Әрине өзімізде білмейтініміз көп, бір-бірімізден сұраймыз деген сияқты тәжірибе алмасу мақсатында. Бір топта неше бала оқытасыз, жеке оқытасыз ба? Жеке оқытпаймын, бірақ бір топта максимум 5 бала. Бұрын біраз жыл бұрындары 7 бала, 8 балаға дейін оқытатынмын. Бірақ қазір биыл енді 5 баладан асырып жатырған жоқпын. Жеке оқытпаймын, ол қымбатқа түсіп кетеді. Ол бір, және бала одан зергеді, жалғыз өзі отырған бала одан зергеді. Бала қасында басқалар болып, оларға қарап, кішкене арасына көңіл аулап, олармен әңгіме қылып, кішкене бір-біріне үйренгеннен кейін, бала тапсырманы кішкене меңгергеннен кейін біз балаларды жарыстырамыз. Жаңағыдай бәсекеге, яғни қабілетті болып, жеңіс барды, жеңіс бар дегенде соған ұмтылады. Бүгін мен мынанша сөз оқытым, ертең анадан озам, мен бүгін мынанша дұрыс жауап айта алдым карточкада, мен ертең анадан озам деген сияқты балада бір сел пайда болады. Сол себептен жеке біз оқытпаймыз. Групповой, бірақ максимум 5 бала. Керемет дейді, көңілдеріңізден шығып жатырса, әрине қуаныштымын, сағат 10-нан асып қалыпты. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Мен білетін дейінді. Өздеріңізде қандай әдіс тәсілдеріңіз бар? Бөлісе отырсаңыздар. Каспи бар ма? Каспи рет бар, я. Каспи рет бар. Номеріңізді қалдырыңыз, сізге міндетті түрде хабарласамыз. Енді прямой эфирге де біраз болыпты, шықпағаныма. Эфирді шынымды айтсам сағынып та қалыппын. Енді сұхбаттасып отырғанға не жетсін, керемет түсінікті дейді. Рахмет, сұхбаттасып отырғанға не жетсін. Сіздердің де әдіс тәсілдеріңізді, бөліскендеріңізді қалаймын. Әдіс тәсілдеріңіз болса бөлісіңіздер. Біраз уақыт болды прямой эфирге шықпаған, жаз болды, кішкене бәрібір босаңсыдық. Оның үстіне бәрібір сол 1,5-2 сағаттан басқа уақытта да демалса жарайды деген ата-аналар болды. Сол себептен жұмысты тоқтатқан жоқпыз, ешқандай әлі демалған жоқпын. Баламды үйлендіретін кезде бір апта демалдық. Келін алдым, құттықтап қойсаңыздар болады. Екінші ұлымызды үйлендірдік. Алла бақтарын ашсын, сондай жаңалығымыз бар. Сол кезде демалдық. Қалайсыз? Жақсы, рахмет. Әліппені оқу қиын. Әріппен әріпті дұрыс қосып оқи алмайды. Егер баламды апарсам қосымша қай адреске барамыз? Желтоқсан 18-деміз. Номерге хабарласаңыз өзім уақытысын айтамын. Алдын ала міндетті түрде айтуыңыз керек. Құтты болсын дейді, рахмет. Әліппені оқу қиын деген сөзге кішкене сол кісіге тоқталып кетейін. Әріппен әріпті дұрыс қосып оқи алмайды. Егер де балаңыз әріптерді оқып жүрген болса, ол дұрыс оқи алмай жатқан болса, басынан бастауға тура келеді. Оқып жүрген баланы қайтадан дұрыс тәсілге түсіру кішкене қиындау. Ал одан вообще әріптерді оқымаған баланы оқытқан оңайырақ. Өйткені өзіңіздің тәсіліңіз бойынша үйреткеннен кейін бала дереу қағып алады.
Енді мен инстаграмда бар, болмаса YouTube каналыма кірсеңіз де болады. Сол жерден әліппені, әріптерді қалай дұрыс қосып оқытамыз, сол бойынша кішкене видео жасағам. Өйткені ата-аналардан өте көп сұрақтар келіп түсетін еді осындай. Соған кішкене басқа да сұрамағанда ата-аналарға әйтеуір кішкене көмек болсын деп YouTube каналға салып қойғам. Сол жерден қарап көрсеңіз болады. Бірақ менің бір айта кететінім, әріптерді дұрыс қосып оқып, ол міндетті түрде, ол шарт әріптерді дұрыс қосып. Әріптерді дұрыс қосып оқи алмаған бала буындарды қосып оқи алмайды, дұрыс. Ал буындарды қосып оқи алмаған, дұрыс қосып оқи алмаған баланың ешқандай жылдамдығын арттыра алмайсыз. Ол бір. Екінші, диктанты өте нашар болады. Жазу сауаттылығы өте төмен болады. Тек дұрыс қосып оқи алғанда ғана оқу жылдамдығы артып, және жазу сауаттылығы дұрыс болады. Сол себептен мен өзімнің курсымда параллельно алып жүрем диктантты. Жатқа оқи алды, бала оқи алды, жатқа жаза алды. Екі буынды оқыды ма, екі буынды ол қағазға түсіре алу керек. Кейде өкінішке орай, кейде оқушылар келеді алдыңа, кітаптан оқи алады, соны енді жаз десең жаза алмайды. Баспа түрін жазып отырады. Ол дегеніміз, бала баспа түрін жаттады, жазбаша түрін жаттамаған деген сөз. Сол себептен параллельно алып жүру керек. Так, маған сізден сабақтарыңыз керек, жеңеше. Нұрка қыз, жаным, жүрегім, жағдайың қалай? Әрине. Құтты болсын, жастар бақытты болсын. Рахмет, амин айтқандарыңызда келсін. YouTube каналыңыздың ссылкасын жібересіз ба дейді. Аманкүл Сағатова деп терсеңіз болады. Сол андай ешқандай ат қоймаған, өзімнің аты жөнмен ашқан. Аманкүл Сағатова деп қазақша терсеңіздер болады. Сол бойынша кіре аласыздар. Сабақ менде инстаграмға да енді көп сала алмай жатырмын, уақыт бола алмай жатыр. Енді негізі әр нәрсені өзінің икеміне қарай ғой. Менде соған тегі икемім жоқ екен. Инстаграм, ютуб дегенге. Енді бірақ кейде бір өзім көңіл қошын болып, осы бір мәліметпен бөлісейінші, осы бір қиындау, ата-анаға қиындау тиеді деген мәліметтермен негізі бірақ бөлгем видеоларды салып қойған. Ютуб каналымда да бар. Кейде енді ата-аналар хабарласып жатады, рахметін айтып жатады. Кейде ондай кезде ол мен үшін үлкен мотивация. Жандай қанша репетиторға берді, ешқандай нәтиже болмады, сіздің тек сол видеоңыздан оқытып ала алдым немеремді дегенде ата-аналар болды. Шынымды айтсам, әрине оған мен өте қуаныштымын. Сіздерге кішкене болса да пайдасы тисе болды. YouTube каналыңызға аты жөнін теріп, кейін подписаться десеңіз болды. Неде профильде де тұрған шығар инстаграмда. Негізі көбінесе парақшаны жүргізу, ондай кішкене мен о жағынан ақсайып, шынын айтқанда. Маған енді бала шағам көбінесе қолдайтын, көмек беретін. Бұл жерде YouTube каналым жоқ екен, бірақ тез үйрен көрнекіліктеріміздің ссылкасы бар екен. YouTube каналым Аманкүл Сағатова деп терсеңіз шығады. Аты жөнім сол неде тұр ғой, профильде шапкасында. Сол жерде сол бойынша терсеңіз шығады. Жақсымын жеңеше, өзіңіз қалайсыз? Мен көп тұрғандай шүкір Аллаға. Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Зейінімізді ашып қойған, игі жақсылармен осылай сұхбаттасуға мүмкін қылған Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Жақсы болсаңдар болды, Нұркетай. Жағдайларың жақсы болса болды, балам. Қосымша сабақты қай адресте екен, қай уақытта болады? Таңертеңгі уақытта ма? Таңертеңгі уақытқа толып қалдау. Желтоқсан 18-де. Желтоқсан 18-де өтіп жатырмыз. Таңертеңгі уже толып қалды, графикті көру керек. Бірақ түсінгенде уақыт бар. Өйткені бірақ тамызда отпускіде жұмысқа шығып кетем. Дәл қазіргі қатысып отырғандарды ғана ары қарап алып кететін шығам деп отырмын. Өйткені ары қарап уақытқа сыймай қалудан мүмкін. Басқа да жоспарлар бар деген сияқты. Бірақ енді репетиторлық өзіме өте жақын. Сол себептен мен бұл кәсібімді тастағым келмейді. Мектептен де қол үзгім келмейді. Өзіме жақын деген себебім, мектептен алдым, мен репетиторлықпен айналыстым, мектептен алдым. Араңызда таныстарым болса, оның бәрінен хабардарсыздар. Сол себептен маған жақын. Неге? Өйткені өткенде эфирлерде айтып жүрдім ғой, репетиторға кішкене бала қабылдау төмен болып, өзінің деңгейінен қалып бара жатырса, түсінбей жатырса, материалы қатты қиындап кеткен жағдайларда ата-ана сондай кезде репетиторға жүгінеді.
сондай оқушылармен жұмыста істеу үшін, нәтиже шығару үшін өте көп іздендім. Шынын айтқанда, әр бала мен үшін бір эксперимент еді. Қайсына қандай тәсіл қолданам, қайсы тәсіл оған тез түсінікті болып жатыр деген сияқты өте көп іздендім. Бірақ соның салдарынан маған ол өте үлкен опыт, өте үлкен тәжірибе болды. Шынын айтқанда, сол себептен дәл қазір қандай мәселе бойынша келген баладан да Аллаға сан шүкірлер болсын, нәтиже шығара аламын. Сол себептен деп ойлаймын негізі. Эфир сақтап қойыңызшы. Иә, сақтай алатын шығармыз. Сақта деп қазір балаларыма айтамын, сақтап қояды. Иншалла, сұрақтарыңыз болса, сізде қандай мәселе болып жатыр, демалып жатырсыздар ма, балаларыңыз мектепке дайын ба, тілі анық па, сол жағына да мән беріңіздер. Өйткені көбінесе байқағаным, бала әріпті қалай атаса, солай жазып қояды. Арада кейбір бала Л деп атаса, диктант жазғанда ол міндетті түрде Л деп жазады. И деп айтса, міндетті түрде И деп жазады. Сол себептен баланы, өзімде сол баланы ата-ананың көзінше қабылдап алған кезде өте оған үлкен мән берем. Бірінші кезекте ата-ана көру керек, мұғалімнің алдына қандай жағдайда тапсырып жатыр. Өйткені өкінішке орай кейбір ата-аналар өз баланың деңгейін білмейді. Әрине, артық айтсам кешіріңіздер, кешке дейін жұмыста боласыздар, кешке келгеннен кейін бала шағаның кірі, және тамағы дегендей, арасында мүмкін Инстаграм, сериал деген сияқты. Сол себептен кейде балаға көбінесе көңіл бөле алмай жатамыз да, есесіне баланың деңгейін кейде ұмытып тұрамыз. Сол себептен баланы мен ата-ананың көзінше 15 минут, мүмкін кейде 20 минут уақыт кетіп қалады. Уақытты аямаймын, бірақ ата-ананың көзінше тексеріп аламын. Және әр әріпті жекелеп балаға. Кішкене сет нашар болып жатыр ғой деймін. Әр әріпті балаға атай алатынын жеке айтқызамын. Және сөздің арасында, мысалы, Р деген дыбысты жеке айтады, жапырақ дегенде айталады ма, айталмайды ма, соны да бәрін қадағалап ата-ананың көзінше тексеріп алам. Әрине, ол баланы кемсіту, болмаса ата-ананың көңіліне тию деген сөз емес. Ара қарай ата-анамен бірлесе отырып қалай жұмыс жасаймыз. Мүмкін балаға логопедтің көмегі керек шығар, мүмкін тағы басқадай көнекі құралдар қажет болатын шығар. Соны анықтау мақсатында ата-ананың көзінше негізі қабылдап алам. Және әр репетиторға сондай кеңес берер едім. Тіпті мұғалімдерге де дәл сондай кеңес берер едім, оқушыны қабылдап алуда. Өйткені мен өзімде 31 тамызда былтыр оқушыны дәл солай, даже алдымдағы оқушыларымның өзін дәл солай қабылдап алдым. Қабылдап алғанда жеке қабылдайтын кезде мүмкіндік болмады. Диктант және математикадан бақылау жұмыс. Соның өзі бізге үлкен документ. Өйткені кез келген уақытта нәтижені сұранықта сізге келгендегі нәтижені алдына тастауыңыз үшін бірден бір сіздің еңбегіңіздің ол дәлелі. Сол себепте мұғалімдерге де, репетиторларға да солай кеңес берем. Баланы өзіңізге келген сәтте қабылдап алыңыз. Сізге келгенде баланың мүмкіндік деңгейі қандай болып тұр? Міндетті деңгейден қаншалықты арасы қашық, соны ата-анадан хабар беретіңіз. Ата-ана білу керек. Ата-ана білу керек. Өйткені сізден күндердің күнінде нәтиже сұрайды. Сол себептен сіздің алдыңызға қандай күйде келгенін ата-ана білу керек. 10:30-ға таяп жатыр екен. Және сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар. Негіз даусым жақсы естіліп тұр ма? Сет нашар болып естілмей олай тұрған жоқ па? Даусым жақсы естіліп тұр ма сіздерге? Жазып кетіңіздерші. Қалай дұрыс таңдауға болады? Баланы мектепке берерде мектепті қалай дұрыс таңдауға болады дейді. Мен осы жерде, бұл менің өзімнің пікірім, мен айтар едім, сіз мектепті таңдамаңыз, сіз мұғалімді таңдаңыз деп. Мектептің атағы жер жарып жатуы мүмкін, бірақ бастысы мұғалім ғой. Мектеп бермейді ғой сізге білімді, мұғалім береді ғой. Сол себептен мұғалімді таңдаңыз. Ол менің пікірім. Әрине, мектебі, условиясы бәрі болғанда дұрыс қой, бірақ бәрібір мұғалім көп рөл ойнайды ғой, дұрыс па? Баламен тікелей қарым-қатынаста болатын, әрине, ол мұғалім. Естіліп тұр дейді, жақсы. Сол себептен мұғалім таңдағаныңыз дұрыс. Естіліп тұрған болса дұрыс.
Жақсы дейді. Басқа қандай сұрақтарыңыз бар? 10:30 болып жатыр екен. Иә, жаңа кішкене сөйтіп ұстамай үзіліп барып, қайтадан қосылды. Сақтап қойыңызшы дейді. Сақтап қоясыздар ғой. Сақтап қоюды ұмытпаңдар. Мен ұмытып кетемін, оны жасай алмаймын. Шынымды айтайын, мойындай салайын. Қатты телефонға, Инстаграм, дегенге онша жоқпын. Иә, оған жауап бердім. Меніңше ешқандай сұрақ қалған жоқ. Бәріне жауап бердім деп ойлаймын. Эфир сақтап қойыңыз дейді. Бәрін адресті айттым, иә. Назеркеміз алдында да хабарластыңыз ғой деймін. Что-то сіздің неңіз таныс болып тұрмаған. Нұркай қыз ғой. Жастар бақыт осындай бәрін бір қарайын, ешқандай қалып кеткен болмасын. Мен аяқтым. Этот полный бітетін кезде бір айтасың, мен андай номерінде тағы да бір скрин жасап алсаң. Жаңа желтоқсан 18-де адрес юстицияның жанында, Абай паркының жанында. Сол жерде 307-ші кабинетте. Бірақ алдын ала міндетті түрде хабарласасыз, уақытыңызды қоямыз. Өйткені оқушыны қабылдап алатын кезде оған уақыт кетеді, ол сабақтың үстінде олай сабақтан бөліп мен оқушыны қабылдай алмаймын да, сабақтың уақытысы кетіп қалады. Сол себептен сабақтан келетін болсаңыз міндетті түрде хабарласыңыз. Ал курстың бағасы жайлы да жекеге болмаса дайректен сұрай берсеңіздер болады. Профильде не бар ссылка? Сонымен кіре берсе болады. Ссылкасын қойғасыңдар ма? Мен что-то бердім, номерім жоқ сияқты. Номерім жоқ. Дайректке жасаңыздар болады, сұрақтарыңыз бойынша, жаңағы курстар бойынша, репетиторлық бойынша, барлығы бойынша дайректке жасаңыздар да болады. Так, сұрағымыз қалмаған сияқты, 1 сағаттан асыпты, 10:30 болыпты. Осы мен тоқтатсақ, қалай қарайсыздар? Жаңағы әліппен оқу қиын дегенге кішкене тағы ойымды айтып кетейін. Жаңағы басты назар аударатын мәселе, ең көп сол қиындық туғызып жатқанда, жіберіп жатқан қателікте әріптерді жеке оқытып қояды. Ар деп. Өйткені көбінесе оны ата-аналар жасап қояды, мұғалім емес. Өйткені ата-ана өзі оқытқысы келеді, дайындағысы келеді, соныменен аш деп ол өте қате. Өйткені оны қайтадан дұрыс тәсілге түсіру өте қиындау болады. Сол себептен сақтап жатсың ба? Скрин жасарымыз сөйлесе беріңіз, мен арасында жаңа қалып кетпесін. Сол себептен 2 әріпті қосып оқуды сол жерден каналымнан көріп алсаңыз болады. Мен өзім Байбота қошым Ноғайдың әліппесіменен оқытам, сол жерде тәсіл көрсетіп қойған. Ол әрине ол Жукованың букваның переводы, бірақ как раз менің өзіме өте қолай, сол себептен сонымен оқытамын. Сол үшін бала оқи алмай жатыр ма, ерінбеңіз, басынан бастаңыз. 2 әріпті қосудан бастаңыз. 2 әріпті қосудың тәсілін үйреткеннен кейін барып жылжыңыз. Оны 2 әріптің тәсілін оқып болғанша арғарап баланы жылжытып, баланы да қинап өзіңіздің де уақытыңызды алмай-ақ қойыңыз. Так, осыменен аяқтайық бүгінгі эфирді. Және сұрақтарыңыз болса дайректке жаза беріңіздер. Шамам келгенше әрине жауап беремін. Барлығыңызға қайырлы түн болсын. Скринер жатсын ба? Жаңа номерлерді скринлеп қояқсыз, сосын өтшіңіз. Номерлерді. Нені сақтаған соң өзі шығатын шығар, қалатын шығар? Мыналар қалмайды, бірақ түріңіз, сөйлеген сөзіңіз барлығаны. Жоқ, комментарийлер қалмайды ма? Комментарийлер былай шығып тұрмайды. Онда сақтап қойған номерлер қалдырған кісілерменен хабарласатын боламыз. Қан аяқтайық. Бір қырып жазайын. Жаңа өзден Семей деген жаңа кісілер хабарласқан еді, солардың номерін, аккаунттарын сақтап. Болды, аяқтаймыз. Осымен бүгін эфиріміз соңына жетті. Әрине бұл соңғы эфир деген сөз емес. Алла бұйыртып,
жұртымыз аман, еліміз тыныш болып тұрса, алда әлі талай қауышатын боламыз. Барыңызға қайырлы түн.